Сәлем, құрметті оқушым, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта English Plus 5 сыныптың 18 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет, сабақты бастаймыз. 18 беттегі сабақтың тақырыбы Giving personal information. Жеке ақпараттар беру. I can respond to questions and give information. Мен сұрақтарға жауап бере аламын және ақпарат бере аламын. Бірінші тапсырма. Look at the photo. What club is Tom interested in? Суретке қара. Том қандай үйірмеге жазылайын деп қызығып тұр. Екінші тапсырма. Listen to the dialogue. Диалогты тыңда. Track 1.20. Speaking. Exercise 2. Hi, what's your name? My name's Tom Doherty. Sorry, Tom. Doherty. Can you spell that, please? Yes, it's Doherty. Great, thanks. How old are you, Tom? I'm 12. Okay. And what's your phone number? It's 024 722 8496. Great. Welcome to the club. Үшінші тапсырма. Complete the key phrases from the dialogue, then practice the dialogue. Төменде берілген диалогты аяқтаңдар, және де осы тұрған диалогқа өздерің практиковать етіңдер. Төртінші тапсырма. Listen and practice the alphabet. Check the pronunciation of each letter in the table below. Төртінші тапсырмада таңдалым тапсырмасы. Таңдаймыз және де алфавиттерді қайталап шығамыз. Өздерінің әріптерді дыбысталуларын тексеріп шығыңдар кестеге қарап. A дыбысын беретін әріптер. A, H, J, K. I дыбысын беретін әріптер. B, C, D, E, G, P, T, V. Дыбысын беретін. F, L, M, N, S, X, Z. I дыбысын береді. I және Y. O әріпін береді. O. U әріпін береді. Дыбысын береді. Q, U, W. Дыбысын береді. R. Бесінші тапсырмада өздерің әртүрлі сөздерді әріптеп айтасыңдар. Can you spell me таеквондо? Таеквондо сөзін айтып бере аласың ба? Yes, yeah, T-A-E-K-W-O-N-D-O. Дәл осылай өздерің бір сөзді айтып, соны әріптеп айтасыңдар. Жетінші тапсырмада топтық тапсырма. Өздерің диалог құрасыңдар. Екінші жаттығуға қарап және көкпен берілген сөздерді өзгертесіңдер.